Құрметті оқушы, мен сізге Қазақ хандығының ішкі жағдайы туралы мәліметтер бермекшімін. Назарыңызды аударып отырыңыз. 15 ғасырдың екінші жартысында Қазақ хандығына қоныс теуіп, орда тіккен Жетісу жеріне 200 мың саны бар көшпелі тайпалардың жиналуы кең өрісті қонысты керек етті. Жаңадан шаңырақ көтерген Қазақ хандығы өз алдына мынандай тарихи міндеттер қойды. Назарыңызды аударыңыз. Бірінші, көшпелі шаруалардың жайылымдарын пайдаланудағы Дешті Қыпшақ даласындағы бұрыннан қалыптасқан тәртіпті қалпына келтіру болды. Екінші, құрметті оқушы, көңіліңізді тақтаға бөліңіз. Шығыс пен батыс арасындағы сауда керуен жолы орналасқан Сырдария бойындағы қалаларды Қазақ хандығына қарату. Үшінші, құрметті оқушы, зейініңізді аударыңыз. Қазақ тайпаларының басын қосып, қазақтардың этникалық аумағын біріктіру болды. Сөйтіп, Қазақ хандығының негізін қалаушы Керей мен Жәнібектің алдына қойған 3 мақсаты мен міндеті де болды.